Ассалаумағалейкум. Осы сабақта жалпы возврат қалай жасаймыз? Яғни клиент бізден сатып алды. Сізге 14 күн ішінде бұл. Яғни сізге возврат жасау құқығы бар. Сол возврат жасаса, соны қалай жасаймыз? Және де прибыль қанша табыс тауып отырсыз бір клиенттен мысалға сатсаңыз, неше табыс түсті? Сол туралы айтатын боламын. Бізде продажаға кіреміз. Реализация 25-3 айдан бастап бізде продажа болдық. Осынша сума, осыны қалай, қанша табыс тапқанымыз, осыны қалай білеміз. Оны үшін отчетыге кіреміз. Продажа, анализ продаж, валовый прибыль деген осыған кіреміз. Настройкаға кіреміз осы жерден. Біз керек өзімізге период таңдаймыз. Мысалы 25-нен бастап бізге продажа болды. Мысалы 22-сінен бастап. 25-нен бастап. Өткен 25-нен басталған бізде продажа. Бүгін күнге дейін 28-не дейін. Так, мына жерде керекті өзімізге нелер белгілейміз. Количество. Керек, стоимость без индекс керек, с индекс келмес без индекс. Себестоимость керек. Мына жерде покупатель дегендерге, мына покупатель осы жерден таңдап көрсеңіздер деп болады өздеріңіз. Біз общий көрейік енді қазір. Mesela asıl bazar, Barыс базар дейді, 98.100 теңге алған. Себестоимость 69.600 теңге. Прибыль 28.500 теңге. Доход прибыль. Осыдан пайда түскен. Мысалы, астам 20.000 теңге зат алған, 17.600 теңге себестоимость, 2.400 теңге пайдаға. Алма, мысалы 30 килограмм 7.800 болған, оның өзінің құны 6.900 теңге, одан 900 теңге пайдаға. Общий итог 1.13.290 теңге сауда жасағанбыз, 25-28 аралығында. Одан 217.440 теңге пайда қалған. Осылай көре аласыздар. Яғни бұлар клиенттерге бөлініп тұр. Мысалы бізде азамат мысалы 36.700 теңге саудасы көресіз. Азамат дейін. 36.700 теңге саудасы деген. Частный лицо 211.210 теңге саудасы жасаған. Частный лицо 211.210 теңге саудасы жасаған. Одан 60 теңге пайдаға. Осылай көрсеңіздер болады. Немесе продажа деген кіресіздер. Бұл жерде бірақ клиентпен емес, отчет о реализации товар и услуг деген. Бұл жерде общий көрсетеді. 13.290 теңге саудасы дегенбіз. Одан пайдасы 217.440 теңге қалған. Бұл жерде общий көрсетеді. Мына жерге настройкаға кіріп өздеріңіз клиенттер таңдап не қылсаңыздар болады. Настройканың ішінен өздеріңіз керекті настройкаларын жасап ала бересіздер. Енді возврат қалай жасаймыз? Енді бізде пока мына жерлерде нелер аз бар. Продажа аз бізде. Егер көп болған жағдайда затты қай кезде сатылған білмей жатсаңыз, мысалы кімді алайық біз енді Васильевті алайық, бір затты алайық. Соны возврат жасап көрейік қазір. Егер де реализация осы қай күн алғанын, қанша теңгеден сатқанын анық білсеңіз, мысалы частный лицоға кіріп, анық білсеңіз, онда кіріп осы частный лицоға сатқанын мысалға азаматқа сатқаныңыз білесе, азаматқа сатқаныңыз кіріп осыдан реализация возврат жасасаңыз болады. На основании возвратымызды от покупателя деп. Немесе таппай қалған жағдайда, енді бізде көбісі частный лицоға сатады, содан қай кезде сатқанын, қанша ақшаға сатқанын білмей қалады.
сіздерге көрсетейін қазір бір клиент бір затты. Алманы алайық мысалы. Алманы алайық. Мына жерде тағы да бір сондай бір жақсы функциясы бар да бұның. Отчет деген кіреміз. Ол жерде запасы деген бар. Ведомость по товарам на складах деген бар. Осыдан кіреміз. Период таңдамасақ та болады. Настройки кірейік. Отрицательный деп көрейік осы жерде. Осы жерге номенклатура дегенге жаңағы нені нанды қояйық. Яғни нанның сатылған заттарын барлығы осы жерде шығады қазір. Яғни магазинде 4 килограмм 4 килограмм болған, оның 3 килограмм сатылған, 1 килограмм қалған. Основнойда 103 килограмм болған, 64 килограмм сатылған, 39 килограмм қалған. Период регистраты деп кіреміз. Міне. Осы жерден шығарып барлығы. Поступление міне. 100 кило болған. Перемещение істегенбіз 12 килограммын. Перемещение ашынеге көре бересіз. Основнойдан магазинге перемещение жасағанбыз 2 килограмм. 98 қалды. Оның 20-сы міне сатылды. Міне 20 килограмм сатылды. Міне алмай 20 килограмм сатылды. Одан 78 қалды. Одан кейін 10 килограмм сатқанбыз. Міне. Мына жерде тағы перемещение болған міне. Магазинге. Мына жерде магазиннен бізге перемещение болған. Яғни магазинге міне расход кетіп атқандар. Магазинге перемещение жасады. 38 еді міне. Машан 2 килограмм перемещение жасады. Так. 38 еді, 2 килограмм перемещение жасады, бізде 36 қалды. Содан 3 килограмм қайтан өзіміз қайтарып алдық, соны 39 қайтан 39 болды. Енді осы жерден кіріп іздесеңіздер болады міне. Датасымен, датасымен тұр. 25 күні сатылған, 2 клиентке сатылған. Яғни біреу Астана Моторсқа сатылған. Одан кейін міне частный лицоға сатылған, міне. 25 күні 3 продажа болған екен. ИП азаматқа сатылған екен. Осы ИП азаматтан возврат жасайық. Міне. Разница кіреміз. Осы жерден міне 20 килограмм сатқанбыз, 260 теңгеден сатқанбыз, 5300 теңге болған. Осыны возврат істейік. Возврат тымзат покупатель дейсіз. Міне шығады. Осы жерден алманы керек, нан бар, керек еместерін бәрін өшіреміз. Алма қанша килограмм жасады мысалы? 10 килограмм жазса, мына жерге 10 деп жазасыздар. Жоқ, 20 килограмм полный жазса, 20 килограмм деп жазасыздар. Записать дейміз. Окей дейміз. Қазір көрсетейін мен. Ақшасын одан көрсетейін қазір. Енді бәрін жабайық, Енді мына жерде продажа кіреміз. Жоқ. Продажа. Займал счеты деген кіреміз. Задолженность по контрагентам деген. Яғни мына жерде біз азаматқа 5300 теңге қарыз болып қалдық. Неге кірейін міне? Акциек жазып жіберейік. Акциек займал счетов. Азамат, Бізде так, азамат, ИП азамат. Азамат. Договор дегенге мына жерге егер азамат сіздерде покупатель и поставщик болса, онда договорын қоясыз. Мына жерде ол бізді покупатель ретінде тұр. Поставщик болса, мына жерге поставщик деген астында тұрады, соны поставщикпен белгілейсіз. Егер де покупатель поставщик болса, ешқандай не болмаса, оны алып тастаңыздар да, бұл мына жерден алып тастаңыздар да болады, договор деген. Бірақ біз покупатель болып тұр, сондықтан договор тұра берсін біздер пока. 36.700 теңге товар алды, 36 ақшасын берді. Мына жерде возврат 5200 теңге возврат қылдық.
бірақ оған біз ақшасын қайтарған жоқпыз. Енді возврат болғанса ақшасын қайтаруымыз керекпіз оған. Сол себепті біз оған 5200-тен қарыз болып тұрмыз. Енді мына жерге кіреміз. Возврат. Тамызда покупать етті. 5200 теңге. Азамат. Осы жерден енді біз кассадан ақшаны 5200 береміз оған. Соны кассадан шығарып тастаймыз. Расходный кассовый ордер дейміз. 5200 теңге. Қандай кассадан кетті? Мысалы, наличка, основной кассадан наличканы берейік. Наличка. Окей дейміз. Енді кассаға кіреміз. Банк касса, кассовый книга. Основной кассадан кетті ақша. Міне. Расходный кассовый ордер. Возвратный счеты 33.91. 5200 теңге кетті. Яғни ақшаны кассадан шығарып тастадық. Ақшаны наличке бердік, соны кассадан шығарып тастадық. Сохранить дейсіз. Енді мына жер 5200 деді ғой, енді кіріп міне көрсек болады. 0 отыр. Ешқандай қарыз жоқ ешкімнен. 5200 сформировать етеміз. Ешқандай қарыз жоқ. Енді жаңа бізде возврат болды азаматқа. Соны мына шекте балл бөлігіне кіреміз. Үш жерден көреміз. Тағы да міне пайдамыз 217.440 теңге еді. Жаңа 217.440 теңге. Енді осыны трансформировать етеміз. Bizde азамат мына жерде міне азаматқа сатылған міне бүгінгі күн көрсетейін тәсілдегі. Бүгінгі күнмен көрсетейінші. Мына жерде минус болып шықпай қалды, өйткені алдында сатылған азаматқа неше сатылған деген көрсетеді. Регистратор. Жиырма сатылған. Біз неше штук возврат істедік? Жиырма штук возврат істедік. Яғни мына жерде азаматтың жаңағы несі өшіп кетті. 0 болып кетті. Өшіп кетті мына жерден, яғни 0 болып қалды. Өйткені одан біз алдық міне. Жиырма үш алды 5200 теңгеден. Соны возврат қайтарып жібердік өзіне. Қалғандары міне 10 штук, 2 штук, 5 штук барлығы орында тұр. Тағы да бір возврат көрсетейін мен сіздерге. Бүгін сатылғандарды көрсетейінші. Сол сіздерге мысалға мынадан возврат жасайық. Арызбаздар возврат книга покупателя.
мысалға галтер қылайық. 5 штук дейді. 5 штук. Записать дейміз. Мына жерден провести дейміз, иә. И ақшасын шығарып тастаймыз. Берген ақшамыздың расходный касса ордер дейміз. Основной касса бөлейікші. Записать, окей. Алу прибыльге кіреміз. Жаңағы бізде асыл барыс базар дейді. Асыл барыс базар. Асыл барыс базар. Галтел 13 түгел 3000 теңге. Қазір справимо етеміз. 24 дейік аны. 2 жарайды. Асыл арыс базар 13 түгел 5 түк болды. Жампинге. Одан 1000 теңге себеп соң 5 теңге қалды. Бүгінгі күнмен жасасақ, оны бітеміз. Бізде бүгінгі 2 возврат болды. Яғни арыс базар 25 күн алған адам 5 түгін алып келді. Азамат 20 килограмм алған, 20 килограмм барын возврат жасады. Осылай. Возврат деген осылай жасалады. Тоже поставщикке возврат істеген кезде, мысалы, поступление дейсіздер. Поступлениеміз осылып, поставщиктер кіресіздер. Тоже возвратымызды поставщикке дейсіздер. Осы жерден керекті заттарыңызды таңдайсыздар, возврат жасайтын. И бұған приходный кассовый ордер ұрасыздар. Егер де ақшаны кейін төлеймін десе, возврат жасап қойсыздар болды. Кейін расчет жасайсыздар одан кейін. Келесі товар алғанда сондай кезде расчет жасап жүресіздер. Енді складта неше товар бар, бағасы нешеден, сол туралы айтып берейін. Оны былай білсек болады. Запасы. Анализ доступности товаров на складах деген бар. Соны кіреміз. Бізге қайсы керек емес, остаток керек бізге. Остаток таңдаймыз. Склад, қай склад керек? Основной склад таңдайық. Яғни, осы остаток бізде мені. Ламинат. Трансфер. 505. Барлық осы остаток алмаған. 9 қалған. Мысалы, біреуін тексеріп көрейін сіздерді. Мысалы, қайсыны тексерейін? Мысалы, плюс тексерген 83 түк бар екен бізде. Плюс копируйте етеміз. Мына жерден неден көреміз? Продаж, запасы, ведомство по товарам на складах. Осыған кіреміз. Мына жерге жаңа нені шығарамыз. Сформировать дейміз. Барлық несі шықты осы жерден. Міне остаток 80 штук. Поступление болған 100 штук. Реализация 13 штук сатқанбыз. 30 штук сатқанбыз. Кейін тағы да 60 штук поступление ерғалиевтен алыппыз. Яғни қайтадан 80 штук болмады. 80 штук. Бізде 10
50 килограмм тұқым қалмапты. Қазір көреміз мына жақта. 50 килограмм тұқым, 50 килограммдық. Яғни бізде қалмаған, бұны көреміз былай. Неге кіреміз? Настройкаға кіреміз. Осы жерге 50 килограмм деп жазамыз. 7-3 болған екен. Жетеуде сатылып кеткен. Поступление жетеу болған. Реализация 25 күні 5 сатылған. 25 күні біреу. 25 күні бәрі сатылып кеткен. Яғни астат мөлі қалмаған ешқандай. Және де мына жерден бағасымен бөлінген. Предприятие деген оборотный салды ведомство по счету десеңіз болады. Немесе продажа кіресіздер. Осы жерде 13-30 деген, яғни ол товардың счеты. Біздегі товардың счеты осы 13-30 деген. Мына жерде складтарға бөлсеңіздер болады. Складтарға бөліп қояйық қазір. Көк басымен без тұрабезін бас. Қазір бізге отчетты сайлауат етіп жатыр. Негізі админс программасы интернет жұмыс жасайды. Егер сіздер 2-3 базаларыңыз болса, яғни магазиндеріңіз бар, бір шетте. Мысалы біздерде көбісі мынандай болады. Базар бір торговыйдың домның ішінен магазині болса, оның артқы шетінде склад болады. Складтағы товар бөлек ұстайды, магазиндегі товар бөлек ұстайды. Ертеңгі ревизия кезінде, жаңағыдай ревизия жасаған кезде, что магазиннің ответственный адам бөлек болады, өзінің артындағы складтағы адам бөлек болады. Сондай жағдайда, ондай кезде серверге жалғау керек болады екеуін. Ол кезде не керек болады? Интернет керек болады.
ламинат кранастар 8 мм основной складта 505 квадрат бар. Яғни ол 1,5 миллион теңге алған екенбіз алдын алушыға. Ол 295 квадрат сатылған 237 теңге. Яғни себестоимость ал жерде себестоимостьпен есептейді. Общий итогы 505 квадрат қалған. Яғни мына жерде біреуін сіздерге болмаса көрсете салайын ғой, қайсысын көрсетейін мысалы. Себестоимость есептеймін. Мысалы нанды алсақ, нан бізде 53-тік болған 3000 теңгеден. 1920 теңге себестоимость, 1080 теңге пайда қалған, 18-тік қалған. Мына көрейік, нан 18-тік қалған, я. Себестоимость 1920 теңге сатылған, яғни продажа сатылған ғой, 32-тік 1920 теңге болған. 32-тік. Негіз сонда бізде 60 теңгеден бұл тұрға болған нанды көрейік қазір. 1920 теңге себестоимость. Продажа кіреміз. Анализ продаж, валовый прибыль, сатылған заттар. Осы жерден нанды ғана белгілеп алсақ болады өзімізге. Период керек емес. Бұл жерде номенклатура дегенде нанды белгілей саламыз. Яғни 1920 теңге нан сатылған. Вот 2 штук сатылған екен бізде. Так, қазір 1920 теңге 2 штук. Бізде мына жерде 33-тік сатылған, я. 33-тік бізде. Мына жерде бізде основной складта. Основной складта болдың. Бізде 53-тік болған, бізде 32-тік сатылған, 18-тік қалған. Қазір мына жерді көреміз. Себестоимость 1800 теңге. Мына жерде қанша сатылған бізде? Мына жерде себестоимость 600 теңге.
списание жасаған екен 2 штукты. Мына жерде міне. 2 штук жетпейді, 2 штукты списание жасаған екен біз. Яғни мына жерде 33 штук сатылды деп тұр. Мына жерде 32 деп тұр. Мына жерде бізде қазір продажа дейміз. Прибыльді қарасақ, мына жерде қазір керек емес бізге. Міне мына жерде 10 штук, 20 штук 1800 теңге деп тұр, дұрыс па? Міне 1800 теңге зат сатылған, я? Себестоимость 1800 деп тұр. Мына жерде 1920 теңге деп тұр, 120 теңге. Яғни біз 2-3 штук списание істегенбіз. Продажадан көрінбейді, өйткені оны продажа жасаған жоқпыз. Мына жерде автоматик алып тастады. Сонда бізде 18 штук қалды. 1080 теңге себестоимость. Осы мына товардың ақшасы бізде жатыр қазір. Мынанша болған, мынаншасы кеткен, мынанша 2.271.700 теңге товар жатыр. 1193 теңге. Енді штук квадрат барлық қосып кеткен 1193. Мына жерге кіреміз, списание жасаған екенбіз. Мынаны 2 штукты списание жасаған екенбіз. Ол өзінің себестоимость есептейді, 60 теңге сөйтіп 120 теңгені алып тастады. Мына жерден мынанға қарасақ 18 штук. Мына жерден мынанға қарасақ міне 18 штукке қалды. 1080 теңгенің ақшасы жатыр. Негізі сатылған заты міне негізі сатылған 1800 теңге, 33 штук 1800 теңге болған. Ал мына жерде міне 32 штук алған 1920 теңге, 120 теңге 2 штукты списать еткеніміз осы жерден алып тастады автоматик. Сонымен мына жерде 1080 теңге, 18 штук 60 теңге, 1080 теңге болады.